Сәлем достар, сіздермен бірге Абу-Файр, яғни Абу-Файр бүгін өзінің әпкесімен бірге үй салады Майнкрафтта. Достар, бәріңе сәлем. Бүгін біз үй салатын боламыз. Достар, кім ана менің үйімді сындырып жатқан? Ана бабайка ғой. Бабайка? Бабайка. Енді қазір біз достар жаңа үй салатын боламыз. Ендеше кеттік. Ең күшті жерді тауып алу керек. Ендеше біз ең керемет блокты таңдайық. Бізге керекті бізге блок алмаз. Мінекей, енді біз қазір үй жасауды бастаймыз. Достар, біз қазір үйді салып болғаннан кейін үйді безендіретін боламыз. Я, ішінде кітап тұрады, Кітап тұрады, және де картиналар тұрады. Сосын киім тұрады. Кітап оқитын анау үстел. Ішінде қандай үй не сайтын салып. Мен алмазный деген үй салып жатырмын. Алмазный үй деген, яғни ол мынандай Алтын. Алтын секілді, бірақ бұл алтын емес. Мына есік қою керек. Қазір уайымдамашы ештеңені. Жоқ, қазір Мына жерде болатын болсын. Екі есік. Екі Осылай есік? тұра берсін. 3 слойды істейміз пока емес. Осы 3 қабатты үйді салып боламыз. 3 қабатты емес, әлі төбені істеу керек, және де біз қазір 2-ші қабатты жасайтын боламыз. Иә, достар. Біз қазір домик жасайтын боламыз. Үй, короче, 3-ші этаж бар, 4-ші ма? Амика білет, короче, менің әпкем білет. Иә, достар, мен білемін қандай үй жасайтынымызды. Және де біз осы үйді жасап болғаннан кейін біз Аламыз. ішіне тағы неше түрлі заттар қоямыз. Оттайтын қоямыз. Иә, сундук қоямыз. Иә. Сосын біз осыны бәрін істеп болғаннан кейін мүмкін тіпті қасына бірдеме жасайтын болатын. Бұзау кіп кетті біз неге? Ойбай. Бұзау емес, қой, кет мына жерден. Апқы. Енді біз есік жасайтын боламыз. Иә, бірақ ең бірінші біз осы үйді жасап бітіру керекпіз. Содан кейін бірақ үй болады. Ой, есік болады. Қайда үй? Біз қазір терезесі бар ма, терезесі? Терезені қазір жасайтын боламыз. Тез ұйықтасайшы. Түн емес қойды ол. Аминка. О, достар, уже таң атты. Енді қазір әрі қарай үйімізді жалғастыратын боламыз. Әпке, Ау, сен неге ананы сынды тез? қазір сындырам, уайымдамашы әлі. Ана ажеге қойқып кетті. Достар, бұл үй бізде өте, яғни әртүрлі болатын болады. Өйткені бізде төбі әйнек болатын болады. Алтынмен сабатын боламыз, е? Мына астын. Сосын бізге алтында алмас қап қойды тағы. Оны қазір түзейтін боламыз, е? Иә. Үлкен үй болады, достар. Достар, осы үй бізде ең керемет үй болады. Анау кішкентай үймен сасаған, е? Иә. Достар, және мен осы үйдің қасына мен гараж. Бірақ ол келесі видеода болады. Егер сіздер келесі видеоның шыққанын қаласаңыздар, онда осы Абу-Файр деген арнаға тіркеліп және лайк басып кетіңіздер. Ал біз үйімізді әлі жалғастыратын боламыз. Иә. Арнаға тіркеліп кетіңіздер. Лайк басыңыздар, пікір қалдырып кетіңіздер. Ал біз кеттік үй салуға. Так, біз кететін әйнекпен үшін салуға еп. Иә. Әйнегіміз дайын. Қазір осы, яғни кедергі жасап тұрған нәрселерді қазір сындырып тастайық. Достар, міне біз кедергі жасаған заттарды алып тастадық. Енді есікті қояйық. Қазір есік қою әйнек жасадым ба? Иә. Достар, мынаны бізге алмазбен істеу керек. Иә, достар. Ендеше есік таңдайық. Қандай есік таңдасы? Қала. Осындай. Вау, достар, енді қараңыз, сырттан қараған кезде осындай болып көрінеді. Апқа енді алма. Әлде төбесін қарасақ, осындай болып көрінеді. Достар, ең керемет үй. Анау кішкентай үй болды. Ендеше біз үйін безендіре берейік. Ой, анау кіп кетті. Так. Ей. Достар, қазір біз ең бірінші
картина қойып шығайық. Картинка ма? Вау. Бізге дейтін қазір үлкен картинкалар керек. Еще кішкентай картинкалар керек. О, самбо салып жатыр. Жамбыр, жамбыр, жамбам, жамбам, жамбыр. Күн шықсы, күн шықсы, күн шықсы. Жоқ, достар, біз диван ана жаққа қарай аламыз. Олай емес. Сонда сундық қойсын. Достар. Ей! Достар, қараңыздар, қандай керемет. Енді мына жерге түгелін Яғни, сундық. мен өте көп диван жасадым. Өйткені мен достарым келіп қалған кезде, олар осы диванда қонатын, яғни ұйықтайтын болады. Егер де мен үйімде қонса. Бізге дейтін енді. Енді сундук. Әр диванның қасына. Иә, әр диванның қасына. Соның ішінде алмаз болады, иә? Иә. Көп алмаздар болады. Соны біз бай боламыз, достар. Бізге дейтін бұлар кітап қап қойды. Ол Кітап қоятын. Кітап. О деге қоймайды. Тамаша исапсыңдар ғой, Абуфайр. Енді ананың үстіне қою керек, олай емес. Аминка, тамаша Аминка жарайсың. Абуфайр екеуі керемет исапты. Енді мына жерге наны сындылып, короче, мына жерге қоясыңдар, иә, О, керемет, байқада бастарына құлақ түсірмес ұйықтап жатқанда. Бастарыңа түсіп, ай, мама, деп жылап жүрмеңдер. Міне достар, енді қазір біз осы жерге, яғни полкалар қойып шығатын боламыз. Қандай полкалар? Қазір оны көресің ана. О, тол! Жарайсыңдар, Абуфайр. Ой. Абуфайр, Аминка, әпкеңе рахмет айтсаңшы. Рахмет, Достар, ал қазір біз, яғни үстел жасайтын боламыз. Яғни ас бөлмесін жасайтын боламыз. Я, ас бөлмес. Бізге дейтін кітап керек. Емен осы есікті алып алдық, енді бізде ас бөлмесі әйнектен жасалатын болады. Достар, өйткені қазір ол өте керемет болып шығады. Ой, сен қандай істеп айтым вообще? Қазір әлі көресің. Сосын ажеге есік қой, е? Әрине қоямын. Не бұлайсың? Алтымен сасасайсың, алтымен сасасайсың. Достар, есік міне осы жерде болатын болады. Ой, замбы сауатым. Замбы сауа ғой. Замбылым. Міне достар, енді қазір осы жерге кіреміз. Замбылым сауа ғой. Яғни мынау үстел. Yes. Ең керемет үстел. О, тамақ жейміз қазір, тортты жейміз. Енді қазір біз осындайды аламыз. Қоям. Жоқ, достар. Анасын неге? Жоқ, достар. Қай қойсақ болады. Жоқ, достар. О, қазір біздің күлдің үстіне қоямыз. Достар, бізге қазір десе ұйықтау керек. Неге ұйықтау керек? Достар, қазір біз Абуфайрдың достары қай диванда ұйықтайтынын бәрі шатасып қалмау үшін біз оны жазып қоямыз. Қайсысы кімнің диваны? Егер де жазып бөлмеге горшок пен гүл қойып қойса ештеңе етпейді. О, сен қандай тамашасың. Мынаның орнына қазір біз гүл қоятын боламыз. Қандай гүл? Қызыл. Әрине осындай. Мынандай әдемі. Ладно. Наусан гүл, қызыл гүл. Наусан гүл. Жанымды менің жаулаған қызыл раушан.
Қызыл Раушан? Иә. Жанымды мені жаулаған қызыл Раушан. Қызыл Раушан ба? Иә. Жанымды мені жаулаған қызыл Раушан. Достар, ендеше ас бөлмесіне шығайық. Болды. Енді әрине әжетхана жасайтын болады. Қалда әжетхана? Соны анда ванна болады, иә? Иә. Ойнарге сыймаймыз ғой. Сиямыз. Есік қай жерде болады, мына жерде болады, иә? Бізге дейтін қазір әжетхана осы ғой. Да, достар. Жанау. Бізге дейтін қазір... Мінекей, қараңдар қане деген керемет. О, май гады, қандай күшті. Ой, есік қайда. Әрине қазір есік қоятын болды. Ей. Жанымды менің жаулаған қызыл Раушан. Достар, мінекей, Майнкрафттағы біздің бірінші видеомызда аяқталды. Біз Абуфайрға және де оның достарына үй салдық. Ал енді Абуфайр арнасына тіркеліп және де лайк басып пікір қалдырыңыздар. Ендеше сау болыңыздар.